Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, ары қарай сабағымызды жалғастырсақ, Әл-Имам Уши рахимахуллах сөзін былай жалғастырады. Валил куффари вал фуссақи юқда азабул қабри мин суил фиали. Валил куффар, кәпірлерге, Аллах тағалаға бойын ұсынбаған кісілер, кәфірлер. Вал фуссақи, иман келтірген, бірақ Аллах тағаланың бұйрықтарын істемейтін кісі. Фуссақ, яғни бізде пасық деп айтылады ғой. Әл-фуссақ деген сол фасиқтың көпше түрі. Және кәфірлерге және пасықтарға юқда азабул қабр, қабір азаб болады дейді. Қабір азабы ол кісілерге болады мин суил фиали, істерінің жамандығынан. Сол істің жамандығы себепті ол кісілер ертең өмірден өткеннен кейін қабірдің азабы болады. Мысалға, кейбір кісілер қабірге түспей қалса да, мысалы кәфір, иман келтірмеген немесе намазын, оразасын ұстамаған фасық кісілер болатын болса, ол кісілер қабірге түспейді. Мысалға, бір жануар жеп қою мүмкін, немесе жанып кетуі мүмкін деген сияқты қандай да бір себептермен қабірге түспесе де, сол Аллах тағала лайықты түрде оларға азап болады бәрібір, қабірдің азабы сияқты. Бұл жерде қабірдің азабы деп айтып тұрғандығы көпшілік адам, мысалы 100%-дан 90% шамамен қабірге түседі. Бірақ 10% қабірге түспеуі мүмкін, көпшілік пайызы қабірге түскендігі себепті мына жерде азабул қабр, қабір азабы деп аталып кетті. Бірақ қабірге түспеген кісілерде де оларда да өздеріне сай лайықты түрде азаптар болады екен. Осы жайында айтып жатыр, бізге осыдан түсінетін нәрсе яджибу и'тиқаду анна азабул қабр хақ. Қабір азабының болатындығы, соған біз сенуіміз міндет. Қабір азабын жоққа шығармаймыз. Ол жайында әхли сүнна вал жамааның иджмаы бар. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде де ан-нару ю'радуна алейха ғудуан ва ашия дейді. Ан-нар, от, ю'радуна алейха, оларға көрсетілер, ұсынылады. Ғудуан ва ашиян, күндіз және кешкісін олар қабірде жатқан кездерінде от ұсынылады деген аятқа байланысты біз қабірдің азабының бар екендігін бекітеміз. Духулун наси фил джаннати фадлун минар рахмани я ахлал амали. Духулун наси, адамдардың кіруі, фил джаннати, джаннатқа. Джаннатқа адамдардың кіруі фадлун минар рахман, рахманнан, яғни Аллах тағаладан, ол кеңшілігі. Аллах тағаланың артықшылығымен біз джаннатқа кіреді екенбіз. Я ахлал амали деп нида жасап тұр, яғни үміт егелері. Ей үміт егелері, жаннатқа адамдардың кіруі Аллах тағала тарапынан кеңшілік және артықшылық дейді. Бұдан түсінетін нәрсе, адам баласы өз амалымен тікелей жаннатқа кіре алмайды екен. Қанша амал жасаса да, сол жасалған амалы себепті жаннатқа емес, керісінше Аллах тағаланың артықшылығы, Аллах тағаланың кеңшілігі себепті жаннатқа кіреді екенбіз. Ал кімде-кім тозаққа кірсе, ол тозаққа Аллах тағаланың әділдігімен кіреді. Ал жаннатқа әрбір адам Аллах тағаланың рахметімен, Аллах тағаланың кеңшілігімен, Аллах тағаланың артықшылығымен жаннатқа кіреді. Сол себепті адам өзінің амалына сүйеніп қалмау керек. Мен осындай амал жасадым, оразамды ұстадым, намаз оқыдым, бүкіл жақсылықтарды жасадым, болды, мен жаннатқа кірем осы амалдарым арқылы деп, сол амалдарына сүйеніп қалу, ол
Алла сақтасын, оны тозаққа кіргізіп жіберуі мүмкін сол амал. Өйткені бұл амалдың барлығы әшейін себептер. Ал негізгі жәннатқа кіргізетін нәрсе ол Аллах тағала. Ал біз дұрыс амал жасауымыз керек, амал тастамаймыз. Сенімде, бірақ амалымыз емес, Аллах тағаланың кеңшілігімен, Аллах тағаланың рахметімен жәннатқа кірем деп жүректе сондай сенім болу керек. Осы жайында хадистерге тоқтала кетсек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам лән ядхула ахадукумул жанната би'амали. Сендердің ешқайсысың өзінің амалымен жәннатқа кірмейді деді. Қалу, сахабалар сол кезде пайғамбарымызға айтты: "Вала анта я Расулаллах, сен де өз амалыңмен кірмейсің ба?" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұраған кезде, "Вала ана, мен де кірмеймін" деді. Яғни мен де өз жасаған амалыммен жәннатқа кірмеймін. Илля ан ятағаммадани Аллаху би рахматих. Тек қана Аллах тағала жәннатқа мені өз рахметімен, өз кеңшілігімен кіргізу арқылы, тығу арқылы мен жәннатқа кірем деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде сөйтіп келтірген. Бұдан түсінетініміз, жәннатқа Аллах тағаланың кеңшілігімен кіреді екенбіз. Ал амалдарымыздың барлығы ол себепкер болады. Себепкер. Біз бұдан алдыңғы негізі ең алғашқы сабақтарда айтылып кетті. Адам бүкіл нәрсенің жаратушысы Аллах тағала деп білу керек, және себептерді жаратушы деп білмеу керек. Мысалы, жасалынып жатқан әрбір ісіміздің барлығы қарап тұрсақ, ол жай әшейін себептер. Себептің еш әсері жоқ негізі. Негізі жәннатқа сол Аллах тағаланың қалауымен кіретіндігімізді имам сөз қозғап айтып жатыр. Енді кейінгі қатарында хисабун наси бa'дал бa'си хаққун факуну биттахаррузи ан вабали. Хисабун нас, адамдардың есеп хисабы бa'дал бa'си, тірілгеннен кейін өмірден өтіп, қабірде жатып, қабірден кейін қайта тірілу бар. Сол қайта тірілгеннен кейін адамның есеп беруі ол да хақ, ақиқат. Оны ешкім жоққа шығарамайды. Осы ақиқат болса, ертең тірілгеннен кейін әр қайсымыздың сұралатынымыз ақиқат болса, не дейді? Факуну, онда болыңдар биттахарузи ан вабали. Вабал деген мына жерде күнәлі нәрсе дейді. Күнәлі нәрсе ол min qibалил абд деп мына түсініктемесінде жазған. Күнә мысалға екі түрлі болады. Біріншісі, біреу күнә жасайды, сол жаңағы, бірақ басқа кісілерге зияны тимейді. Ол Аллах тағаламен өзінің арасындағы күнә болып есептеледі. Ал екінші бар күнә адамға зияны тиетін. Мысалға біреуді өлтіру. Өлтіруден Аллах тағаланың арасында да, Алла мен өзінің арасында күнәлі іс болып табылады, және біреуге өлтіргендігі үшін құлдың арасында, құл мен құлдың арасында күнәлі істер, мысалы өлтіру немесе оған зұлымдық қылу, сол нәрселерді вабал деп айтады. Сол себепті мына факуну биттахаррузи, сақтаныңдар, сақтанған болыңдар, неден? Ан вабали дейді. Осы күнәлі істерден. Күнәлі қандай істер? Мысалы біреуді өлтіру, біреуге зұлымдық қылу. Осы нәрседен сақтаныңдар деп ескертіліп жатыр. Енді осы жерде Құраннан аяттарда келеді. Фасафа юхасабу хисабан ясира. Егер жақсы адам болса, мысалға жақсы амалдар жасап кетсе, оның есеп хисабы өте жеңіл болады дейді. Ал жаман амал жасалса, Аллаға толыққанды құлшылық қылмай өмірден өтсе, ол кісінің есебі қиын болады дегендей аяттар келтірілген. Енді мына жерде имам Ар-Рози осы есеп хисапқа тартылу жайында мынандай сөз қозғайды.
оған тек қана адамдар емес, жындар да есеп хисапқа тартылады дейді. وَأَنَّ لَهُمْ ثَوَابًا وَعِقَابًا, олар жақсы амал істегендер үшін жындардың сауап алуы мүмкін, немесе жаман амал істегендігі үшін күнә арқалауы мүмкін адамдар сияқты деп имам Рози, Фахруддин ар-Рози сол кісі сөзін келтіріп кеткен екен. Кейінгі қатарда وَيُعْطُ الْكُتْبُ بَعْضًا نَحْوَ يُمْنَى وَبَعْضًا نَحْوَ ظَهْرٍ وَالشِّمَالِ. يُعْطُ الْكُتْبُ, негізі әл-кутбу деп сүкінмен тоқталып тұр. Асылы әл-кутубу болу керек. Әл-кутуб китап дегеннің көпше түрі, әл-кутуб. Бірақ мынау өлең шумағына сәйкес келу үшін зәрулік жағдайда сүкін қойып қойған. Ю'тол кутбу деп. Кітаптар беріледі. Ба'дан кейбіріне, нахва юмна, оң жағынан. Ертең жаңа бұдан алдыңғы, бұл қатардан алдыңғы қатарда не деп кетті? Адам баласы есеп хисапқа тартылады. Енді есепке тартылғаннан кейін ю'тол кутбу кітабы, қандай кітап? Яғни жасаған амалдары да оң жағынан беріледі, ба'дан кейбірге, нахва юмна, ва ба'дан ал кейбіріне нахва зохрин ва шимали, кейбіреуіне артынан беріледі, немесе сол жағынан беріледі деп айтылып жатыр. Осы жайында Иншиқақ сүресінде Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде келтіреді. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ, кімде-кімнің кітабы оң жағынан берілсе, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ол есебі жеңіл есеп болады дейді. Яғни жеңіл есеппен есепке алынады жаңағы кісі. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا, сөйтіп ол кісі өзінің отбасына қуанған халде барады. Кітабы оң жағынан беріліп жатыр, неге қуанбасқа мысалы? Отбасына қуанып барады дейді. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, ал кімде-кімнің кітабы артынан берілсе, فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا, ол өзіне өлім тілейді дейді. Мен осы кітабымды сол жағымнан немесе артымнан алғанша жоқ болып кетіп, кейбір сүрелерде бар ғой, күнту туробан, топырақ болып кетсем шіркін деп, жаңағыдай соншалықты өкінгендігіне ол өзіне өлім тілейді. Ваясла саира, сөйтіп тозаққа түседі, тозаққа кіреді деп Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде толыққанды осыларды айтып жатыр. Енді қалай беріледі? Кайфияты. Оң жағынан берілу түсінікті, арт жағынан қалай беріледі, сол жағынан қалай беріледі? Бұл жерінде ихтилафтар бар, қарама-қайшылықтар бар. Біреу бұлай айтқан, бір ғалым бұлай айтқан деген сияқты. Фақил бұлай айтылғандар да бар екен. Тулва ядуху ал-юсра мин садрихи иля холфи зухрихи дейді. Мынау сол қолы ертең кітабы артынан беріледі дедік қой. Кітабы артынан берілсе, мынау сол қолы, мынау көкірек мин садрихи, көкірек тұсынан ішінен кіріп, арт жақтан шығады екен қолы. Қолын көкірек тұсына кіргізіп, көкірегінің артынан, арқа жағынан қолы шығып, сөйтіп ол кітабын алады екен. Қандай қорқынышты түрде кітабын алатындығын келтіріп жатыр. Осылай келтірген, немесе жаңағы қолы жұлынып, қолын жұлып алып, сосын жаңағы көкірегіне тығып, соның арт жағынан қолын шығарып, кітабын алады деп, кітапты алу жолдарын кейбір ғалымдар осылай айтып кеткен. Бұдан түсінетін нәрсе, жаңағы есеп хисап болды. Есеп хисап болған кезде бір кісілер оң жағынан кітабын алады, немесе екінші бір кісілер жаман амалдарына сәйкес ол кісілер сол жағынан кітабын алды. Одан кейінгі байтте, одан кейінгі қатарда уахаққун вазну а'малин ва жарриюн аля матни сирати билахтибали. Кейінгі қатарға тоқтала кетсек, уахаққун ақиқат,
Вазну а'малин, амалдардың таразысы. Бұдан түсінетіміз ертең амалдарымыз таразыға тартылатындығы хақ деп жатыр. Ва жарюн, және жүретіні хақ. Біздің жүретініміз. Аля матни сирати, сират көпірінен. Яғни көпірдің үстінен өту, ол да хақ. Билахтибали, ихтибал деген кәдіп, өтірік. Өтірікке шығарусыз. Яғни ақиқатында өтірікке шығарусыз. Билахтибал. Ол көпірдің үстінен өтіп жүру, ол ақиқат деп келтіріп жатыр. Енді бұдан түсінетін нәрсеміз, Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Вал вазну яума изинил хақ". Сол кезде ертең қиямет қайымда амалдардың таразыға тартылуы, вал вазну деген таразы. Сол таразы хақ дейді. Фаман сақулат мавазину, кімде-кімнің таразысы ауыр келсе, таразысы ауыр келу деген сөз, яғни жақсылығы ауыр келсе. Фаулайка хумул муфлихун, олар құтылушылар. Ваман хоффат мавазину, ал кімде-кімнің таразысы жеңіл болса, неге? Амалдар аз, амалдар басамай жатыр таразыны. Соны айтады: "Ман хоффат мавазину, фаулайка аллазина хасиру анфусахум бима кану биаятина язлимун". Фаулайка аллазина, міне солар хасиру, қасіретке ұшырағандар. Анфусахум, өздерін қасіретке ұшыратқандар деп Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр. Осыдан түсінетін нәрсеміз ертең амалдарымыздың таразыға тартылатындығы. Бұдан сұрақ туындайды басқа топтардан. Бізден сұрайды да, осы әңгімені айтып болғаннан кейін амалдар қалай таразыға тартылады деп. Ол амалдар арот қой дейді. Арот деген нәрсеміз ол құбылыстарда, мысалға діни емес. Біздің қазір жасап жатыр қой, намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, барлық нәрсе оған бізге сауап болып жазыла береді. Сауаптарымыз бар. Ол сауап бір діни емес қой дейді. Ұстап көретін діни емес. Сол себепті ертең қиямет қайымда ол қалай тартылады таразыға? Діни болмаған нәрсе. Деп бізге сөйтіп сұрақ қойылады. Сонда біз ол сұраққа, бұл бірінші сұрақтары олардың. Былай деп жауап береміз. Жаңағы сауаптарымыз кітапқа жазылады. Кітапқа жазылғаннан кейін сол жазу кітаппен бірге сол ертең таразда өлшенеді. Ауыр келеді, немесе жеңіл келеді. Осы бірінші сұраққа осылай жауап береміз. Екінші қоятын сұрақтары былай. Аллах Тағала кімнің амалы көп екендігі, кімнің амал аз екендігі барлығын біледі ғой. Не үшін таразыға қойып, оны есептейді? Оған не қажеттілік бар? Деген сұрақтарды қояды. Сонда біз ол екінші сұрақтарына былай жауап береміз. Аллах Тағаланың дұрыс, ешқандай қажеттілігі жоқ. Аллах Тағала ол ежелден болған кезде де кімнің жәннатқа, кімнің амалдары көп болатындығы, кімнің амалдары аз болатын, кімнің жәннатқа кіретінін, кімнің тозаққа кіретінін бәрін біледі. Бұл нәрсе Аллаға керек емес, таразыға өлшеу. Бұл тек қана Аллах Тағаланың пендесіне көрсеткісі келіп тұр. Міне, сенің амалыңның өлшемі осы деп пендесіне тек қана изхар дейді, көрсету үшін Аллах Тағала осы нәрсені істейді. Осылай біз кейбір басқа топтардан келген сұраққа жауап береді екенбіз. Енді бұл жерде екінші қатарында не деді? Ваджарюн аля матни сирати билахтибали. Жүру сират көпірінде. Бұл да хақ деді. Осыған тоқталып өтсек, ас-сирату хаққун, көпірден жүру ол ақиқат. Жисрун мамдудун аля матни джаханнам, тозақтың үстінде төселініп тұрған көпір болады дейді. Бір риуаяттарда былай деп келтіреді: адаққу минаш-ша'ри ва ахадду минас-сайф. Шаш бар ғой, сол шаштан да өткір жіңішке, және қылыштан да өткір болып келет жаңа көпір. Ол тозақтың үстінде
төселініп тұрады, сөйтіп бүкіл адамдар содан өтеді. Жақсы адамдар, Аллаға иман келтіріп өткен адамдар жаңағыдай аттың жүрген жүрісіндей шауып өтеді, немесе найзағайдың жарқылдағандай тез ол көпірден өтіп кетеді дейді Аллах тағаланың қалауымен. Ал жаңағыдай амалдары аз, тозаққа лайықты адам сол жерде тозаққа түсіп кетеді. Енді Мариям сүресінде осы жайында осыған қатысты Аллах тағала бір аят келтіреді. Сол аятты сіздерге айтып өтсем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва им минкум илля варидуха кана аля раббика хатман мақдия сумма нунаджи лазина аттақау ва назара залимина фиха джисия. Ва инна минкум илля варидуха. Ма минкум деген мағынада, яғни міндетті түрде барлығың илля варидуха кіресіңдер оған. Мұна кейбір тәфсіршілер мұна варидуха деген жаңа тозақтың үстінде көпір болады дедік қой. Сол тозақтың үстінде көпірден барлығың өтесіңдер деп тәпсірлейтін тәпсіршілер бар. Екіншісі тозаққа барлығың кіресіңдер деген тәпсірі бар екен. Яғни бүкіл адам, мына жерде тәпсіршілердің кейбірі тәпсірлеген бүкіл адам тозаққа кіреді деп. Бүкіл адам тозаққа кіреді. Бірақ момын мұсылмандары тозаққа кіруі деген сөз оның азапталуы емес дейді. Мысалға өздеріңіз білетіндей Ибрахим алейхиссалам кезінде отқа лақтырынды, оттың ішінде болған күйінде ол отқа жанбады да, керісінше от оған суық болды, оның жанына рахат болды от. Аллах тағала отты Ибрахимге жағымды нәрсе қылып қойды. Ыстық емес. Сол сияқты момын мұсылмандарда барлығы отқа кірген кезде ең алғаш Аллах тағала отты мұсылмандарға солай қылып қояды дейді. Сөйтіп, мына жерде айтылады, тәфсірлерде келеді. Неге тозаққа бүкіл момын мұсылмандар жәннатқа кіруден алдын бірінші тозаққа кіреді дейді. Барша момын мұсылмандар тозаққа кіреді, және тозаққа кіргеннен кейін тозақтағы от кірген мұсылман, жаңа тозаққа кірді ол мұсылман. Сол кісінің құлшылықтары себепті мына бетіндегі, жүзіндегі, денесіндегі нұры ана отты өшіріп сөндіріп тастайды екен. Оттың ол адамға ешқандай әсері болмай қалады екен. Яғни ол отта жүрсе де ешқандай қиындықсыз кіріп, сосын ары қарай барып жәннатқа кіреді деп кейбір кісілер осы аятты тәпсірлеген осылай. Ал кейбір ғалым кісілер илля варидуха дегенді Сират көпірінен жаңағы тозақтың үстінде төсеніп тұрған көпірден өтеді деген. Соны осылай екі көзқараста тәпсір бар. Кана аля раббика хатма мақдия. Міне осы Раббыңа, яғни Раббының құзырында, Аллах тағаланың құзырында осы міндетті түрде болады дейді. Хатман деген міндетті түрде мақдия болатын нәрсе. Сумма нунаджи, сосын құтқарамыз дейді. Яғни ана Сират көпірден өтіп бара жатқан кезде құтқарамыз. Нунаджи кімді? Аллазина аттақау, Аллах тағаладан қорыққан адамдарды. Аллах тағаладан қорыққан адамды сол Сират көпірден құтқарамыз. Ва назара залимина фиха джисия. Сөйтіп залым кісілерді, Аллаға табынбай өткен, өзіне залымдық қылған, біреуге залымдық қылған кісілерді сол жерде қалдырамыз. Сол тозақтық орны болады деп Құран-ы Кәрімде осылай келтірген. Ва фи сахихайн. Енді Бұхари мен Муслимге тоқтай кетсек, иннал муъминин, момындар, ямурруна алейхи, оның үстінен өтеді, жаңа Сират көпірдің үстінен өтеді, сираан тезде. Қалай? Ка торфил айн вал барқи вал рих. Көздің ашып жұмған, көзіңізді ашып қайттан жұмасыз, сол кездің сондай уақытта тезде өтеді. Немесе найзағай сияқты, немесе жел сияқты тезде момын мұсылмандар өтеді осы жерден. Немесе ка ажауидул хайл, жаңағы жылқының жүрісі сияқты,
варикап, сол кісілердің жүрісіндей тезде момын мұсылман осы көпірден өтіп кетеді деген Сахих Муслимде және Сахих Бухариде осы екі хадис келген. Осы сираттың бар екендігіне осы айтылып кеткен нәрселер дәлел болады. Енді кейін қатарда ва маржун шафаату ахли хайри ли асхабил кабаири кал жибали. Бұл шатаспасам бұдан алдыңғы қатарларда келген. Ва маржун шафаату ахли хайрин ли асхабил кабаири кал жибали. Маржун үміт етіледі шафаату ахли хайрин жаңағы пайғамбарлардың деп келеді. Пайғамбарлардың және де әулие кісілердің, Аллах тағалаға құлшылық еткен кісілердің шафағаты ол үміт етіледі дейді. Ли асхабил кабаири үлкен күнә иегелері үшін. Кәл жибали күнәлары жаңа таудай болған үлкен күнә жасаған кісілерге пайғамбарлардың және де салихалы құлдардың шафағаты болатындығы айтылып жатыр. Бұл жерде түсінетін нәрсе кейбір кісілердің туған туысқандары, мысалға намаз оқитыны бар, оқымайтыны бар, күнә жасап жүргендері бар, иман келтіріп. Сөйтіп үлкен күнә жасап жүрген туысқандары ертең қиямет қайымда тозаққа кетіп бара жатқан кезде, осы сіз жақсы амал жасап жүрсіз ғой, ораза ұстайсыз, намаз оқисыз, осы себепті Аллах тағала осы сізге мейірімділікті танытқандығы себепті, сізге рахым еткендігі себепті, ертең сіз жаныңыздағы досыңыз немесе туысқаныңыз тозаққа кетіп бара жатқан кезде Аллах тағалаға жалбарынсаңыз, қалай? Анау менің туысқаным еді, анау менің досым еді, сол тозақтан шығара көрші Раббым деп сіз дұға қылсаңыз, Аллах тағала сіздің дуаңызды орындап, ана кісіні тозақтан шығарып, жәннатқа кіргізеді дейді. Осы нәрсе шафаат болып табылады. Осы шафаат пайғамбарлардан болады, немесе адамдардан да болады деген сияқты әулие әмбиелерден де болатындығын имам айтып жатыр. Енді кейінгі қатарға өтсек, валид даавати таъсирун балигун ва қад янфихи асхабу далали. Валид даават дегеніміз Аллах тағаланың жолына дағуат қылу, насихат айту. Бір досыңыз бар, немесе туған туысқаныңыз бар, ислам дініне толыққанды келе алмай жатыр. Иман келтірген, бірақ намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Ол кісілерге дағуат жасайсыз. Намаздың парыз екендігі, оразаның парыз екендігі, оны жасасаңыз соншалықты сауапқа кенелетіндігіңіз, ертең тозақтан құтылып жәннатқа кіретін деген сияқты сондай мәнде, сондай қарқында дағуат жасасаңыз, сол дағуат жасағаныңыз тәсирун балиғун, оның аса бір әсері бар дейді. Әсері бар дегеніміз, яғни осы себепті ол ертең тозақтан құтылады дейді. Ертең жәннатқа кіреді. Бұл жерде Аллах тағаланың тағдыры жайында сөз қозғасақ та болады. Яғни Аллах тағаланың ілімінде, мысалға, сіздің дағуатыңыз арқылы жаңағы кісі иманға келеді, исламға келеді, және толыққанда Аллах тағала құлшылық қылады деген, егер Аллах тағаланың ілімінде солай жазылып тұрса, ол міндетті түрде солай болады. Осы айтылып жатқан нәрсе, мысалға, вақод янфихи, бұны жоққа шығаратындар бар. Вақод янфихи кейде жоққа шығарады кімдер? Асхабу долали, адасып жүрген кісілер. Яғни дағуаттың ешқандай әсері жоқ дейді. Дағуат жасасаң да, жасамасаң да, жаңағы кісі Алла қаласа исламға келеді, Алла қаламаса исламға келмейді. Сол себепті Аллах тағаланың қалауы қана болады, сенің дағуат жасауыңнан ешқандай пайда жоқ деп тастап қояды кейбір кісілер. Мысалға, намаз оқымай жүр, мешітке бармайды. Сөйтіп, сол мешітке бармайтын досыңызды сіз дағуат қылып, Аллах тағалаға шақырайын десеңіз, екінші бір адам айтады, Аллах тағала қаласа ол келеді мешітке, қаламаса келмейді ол. Сенің дағуатыңнан ешқандай пайда жоқ, оған сен дағуат жасамай-ақ қой, оны сен насихаттап мешітке шақырмай-ақ қой. Ол Аллах тағаланың қалауы болса мешітке келеді, қалауы болмаса ол келмейді бәрібір деп айту дұрыс емес деп жатыр да осы жерде. Жоқ, біз дағуат жасауымыз керек. Бұл дағуат себепкер болады.
мешітке баруына. Сол себепті дағуат жасауды, насихат айтуды ешкім тастап қоймау керек. Осы жайында имам Алуши рахимахуллах осылай сөзін келтіреді. Енді иншалла осымен бүгінгі сабақты доғартсақ, Аллах тағала естіген, білген ілімдерімізге амал етуді нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.